Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрістің тақырыбы жоғарғы жүйке қызметі және оның мектеп жасындағы балаларда қалыптасуы. Жоғарғы жүйке әрекетіне ми сыңарлары мен оның қыртысының қызметі жатады. Жоғарғы дәрежедегі қызметтер олар ес, сана, ойлау, көңіл күй, ұйқы, түс көру, гипноз, тағы сол сияқты ми сыңарлары мен олардың қыртысының негізгі қызметі болып табылады. Ғалымдардың болжаулары бойынша адамның мінез құлқы мен мидың арасындағы байланыста ең алғаш Платон мен Гиппократ секілді алдыңғы қатарлы ғалымдар болжам айтты. Ал психикалық әрекеттердің рефлекторлы табиғатын алғаш рет дәлелдеген орыстың ұлы ғалымы Иван Михайлович Сеченов. Ол 1863 жылы ми рефлекстері деп аталатын еңбегін жарыққа шығарды. Өз еңбегінде еш әрекет өздігінен пайда болмайтынын, тітіркендіргіштердің әсерінен туатын және қобалжу сезім арқылы адамның ойы белгілі бір жауапты тудыратын және мұның барлығы бұлшық еттің қызметімен аяқталатынын атап айтты. Иван Михайлович Сеченовтың бұл ілімін экспериментальды түрде дәлелдеген және дамытқан орыс ғалымы Иван Павлович Павлов. Ол жоғарғы жүйке әрекетін шартты рефлекстер тудыру арқылы зерттеп, адам мен жануарлардың психологиясының заңдылықтарын алғаш рет түсіндірді. Рефлекс деп сыртқы ортаның тітіркендіргіштерінің әсеріне жүйке жүйесінің қатысуымен берген жауабын айтамыз. Рефлекстің екі түрі бар: шартсыз рефлекс және шартты рефлекс. Шартсыз рефлекстің белгілері: ең бірінші ол туа пайда болады, екінші тұқым қуалайды. Үшінші қасиеті шартсыз рефлекс қалыптасу үшін қосымша жағдайлар қажет емес. Төртінші қасиеті рефлекторлық доғасы жүйке жүйесінің төменгі дәрежедегі жұлын, сопақша ми секілді бөлімдері арқылы қалыптасады. Рефлекстің екінші түрі шартты рефлекс. Шартты рефлекс шартсыз рефлекске қарама-қарсы. Мұның белгілері: ең бірінші шартты рефлекс жүре пайда болады. Мұнда тұқым қуаламайды. Үшінші қасиет шартты рефлекс қалыптасу үшін қосымша жағдайлар қажет және рефлекторлық доғасы ми сыңарларының қыртысында қалыптасады. Шартты рефлекстің түрлері: ең бірінші тітіркенетін рецепторларына байланысты үшке бөлінеді. Бірінші экстрарецептор рефлекстер. Шартты тітіркендіргіштер сыртқы сезім мүшелеріне әсер еткенде пайда болады. Көзге, құлаққа, иіс және дәм сезім мүшелеріне және тері рецепторларына атап айтқанда. Екінші проприорецептор рефлекстер. Мұнда қаңқа бұлшық еттерін тітіркендіргенде пайда болады. Үшінші түрі интеррецептор рефлекстер. Мұнда ішкі мүшелерді тітіркендіргенде пайда болатын шартты рефлекс. Енді пайда болатын қызметтің түріне қарай шартты рефлекстер қимыл қозғалыс және вегетативтік деп екіге бөлінеді. Рефлексті тудыратын қозу мен тежелудің кезеңдеріне қарай шартты рефлекс оң және теріс немесе жағымды және жағымсыз деп бөлінеді. Рефлекс кезінде қозудың жүретін жолын рефлекторлық доға деп атаймыз. Рефлекторлық доғадағы сезім мүшесінде пайда болған қозу орталыққа барып, одан жауап келген жол тура байланыс жолы деп аталады. Ал жұмысшы мүшенің сезгіш рецепторында пайда болған қозудың қайтадан орталыққа барған жолын қайта кері байланыс жолы деп атайды. Әр адамның жүйке жүйесінің тұқым қуалаған жеке қасиеттері мен өмірден алған тәжірибесін, сыртқы ортадан алған мағлұматын және мінез құлықтарын жүйке әрекетінің топтары деп жинақтайды. Иван Павлович Павлов жоғарғы жүйке әрекетінің топтарын ми қыртысындағы қозу мен тежелудің негізгі үш қасиетіне байланысты төрт топқа бөледі. Ол қасиеттер қозу мен тежелудің күші, теңдігі және алмасуы деп аталады. Ең бірінші қозу мен тежелудің күші деп ми қыртысындағы олардың өту дәрежесін айтады. Екінші қозу мен тежелудің теңдігі деп олардың бір-біріне қатынасы мен даму дәрежесін айтады. Үшінші қозу мен тежелудің алмасуы деп олардың бір-біріне алмасу жылдамдығын айтады. Олардың алмасуы ширақ немесе баяу болуы мүмкін. Осы Иван Павлович Павловтың жоғарғы жүйке әрекетін төрт топқа бөлгені бойынша бірінші сангвиник,
екінші флегматик, үшінші холерик, төртінші меланхолик деп осындай 4 топқа бөледі. Ең бірінші сангвиник тобына жататын адамдардың мінезі жайдарлы, іскер, қызу қанды, пысық, көпшіл, елгезек, көңілшек адам болатыны аталып өтті. Екінші холерик. Осы топқа жататын адамдардың мінезі ұстамсыз, албырт, қызба мінезі, ашушаң, еліктегіш адам болып табылады. Үшінші флегматик тобына жататын адамдар салмақты, инертті, яғни атап айтқанда сабырлы, байсалды, енжар, сылбыр мінезді, салмақты, яғни шабан қимылды келеді. Төртінші топ ол меланхолик тобы деп аталады. Бұл топқа жататын адамдарды әлсіз топқа жататын адамдар дейміз. Олардың мінездері жұмсақ мінезді, өкпешіл, дәрменсіз, мұңды, жасқаншақ, жауапкершіліктен сескенетін, деген орындата алмайтын және шалалық қасиеті бар адамдарды біз осы меланхолик тобына жатқызады екенбіз. Темперамент пен мінез құлықтардың қалыптасуына әсер ететін бірнеше факторлар бар. Ең бірінші ата-анасынан тұқым қуалап ауысатын қозу мен тежелудің миқыртысындағы қасиеті генотиптік деп аталады. Екінші сыртқы ортаның әсерінен болатын қасиеттер фенотиптік деп аталады. Оған мысалы үйдегі тәрбие, дос жолдастарының ықпалы және әлеуметтік қоғам орындарының ықпалын атап айтуға болады. Иван Павлович Павлов сыртқы ортаның табиғи әсерін сигналдар деп атады. Сигналдарды қабылдайтын мүшелер жүйесін бірінші сигнал жүйесі деп атады. Ал сол сигналдардың сөзбен белгісін сигналдың сигналы деп атады. Оны қабылдауға қатысатын мүшелер жүйесін және сөзге байланысты ойлау қабілеттерін екінші сигнал жүйесі деп атады, және осы екінші сигнал жүйесіне жататын тек қана адамдарға ғана тән. Бірінші сигнал жүйесі жаңа туған нәрестеде бірнеше күннен кейін қалыптасса, 7-10 күнде алғашқы шартты рефлекстері қалыптаса бастайды, ал екінші сигнал жүйесінің даму белгілері 6 айдан кейін пайда бола бастайды. Иван Павлович Павлов сигнал жүйесіне байланысты адамдардың жоғарғы жүйке әрекетін 3 топқа бөлді. Бірінші топқа көркем суретті топқа жататын адамдар. Оларда бірінші сигнал жүйесі екінші сигнал жүйесінен басым. Екінші топқа ойлы немесе саналы топтағы адамдарды жатқызды. Мұнда екінші сигнал жүйесі бірінші сигнал жүйесіне қарағанда басым. Үшінші топқа жатқызды орташа және аралас топтағы адамдар. Олар мұнда екі сигнал жүйесі де бірдей шамада дамыған. Енді осы жоғарғы жүйке әрекеттерінің бірі ұйқы болып табылатындықтан, ұйқы дегеніміз не? Ұйқы адам организмінің қалыпты қызмет атқаруы мен тіршілігін сақтауға қажетті жағдай. Жаңа туған сәби алғашқы күндері тәулігіне 21 сағатта ұйықтаса, 1 жасқа келгенде 14 сағат, 4 жасқа келгенде 12 сағат, ал 10 жаста 10-11 сағат, ересек адамдар 7-8 сағат ұйықтайды екен. Адам ағзасындағы физиологиялық процестердің қалыпты жүруі үшін бұл ұйқының да маңызы зор. Яғни, осы берілген уақыт бойынша ұйықтаған жөнде. Келесі физиологиялық процесс ол ес және оның физиологиялық негізі. Ес физиология тұрғыдан қарағанда 3 бөліктен тұрады: ақпаратты қабылдау, оны сақтау және мезгілінде қайтадан жаңғырту. Еске сақтау әдістеріне қарай механикалық және саналы, ерікті және еріксіз деп бөлінеді. Бала есінің дамуы мәліметті сақтау мерзіміне қарай әртүрлі болады. Мысалы, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді ес деп екіге бөлеміз. Қысқа мерзімді ес балада 3-4 айдан кейін іске қосылады. Баланың жасы ұлғайған сайын еске сақтау мерзімі артады. 2 жаста бірнеше айға, 4 жаста 1 жылдан аса, ал 5 жасқа келгенде өмір бойына есте сақтай алады екен. 7 жасқа дейін еріксіз есте сақтау қабілеті болады. Одан кейін ары қарай ерікті еске сақтауға айналады. Ер балалардың есі 10 жастан бастап, ал қыз балаларда 11-14 жастан жақсы дамиды екен. Адамның есі 20-25 жасқа дейін қалыптасып дамиды. Бала тілінің дамуы дыбыс аппаратының бұлшық еттерінің күрделі, шартты және шартсыз қозғалысына сәйкес қалыптасады.
Жаңа туған сәби мағынасыз үн шығара алады. 2 айда дауыстай алады. 3 айда гүлгүлейді. 5-6 айда жеке дыбыс сөз буынын айта алады. 7-8 айда ересектердің сөзін қайталауға тырысады.